Барша көрсін білсін хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, видеоролик астындағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, ал ендеше бастадым. Қазақстанда 2,5 миллион зейнеткер тұрады. Қарттарға қандай қолдау бар? Жыл сайын дүние жүзіндегі, оның ішіндегі Қазақстанда 1 қазан халықаралық қарттар күні ретінде аталып өтіледі. Республика жасы бойынша 2,5 миллионнан астам зейнеткер тұрады. Әрбір азаматтың лайықты қартаюын қамтамасыз ету үкіметтің әлеуметтік саясатының басты міндеттерінің бірі. Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексінің 197 бабының 3 тармағына сәйкес еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін жыл сайын арттыру республикалық бюджет туралы заңды тиісті қаржы жылына белгіленген мөлшерде жүзеге асырылады деп хабарлайды Akşamnews.kz сала министрлігіне сілтеме жасап. Осылайша 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап ынтымақтастық зейнетақы мөлшері 8,5%-ға ұлғайтылды және де ең төменгі күнкөріс деңгейінің көлемінің өзгеруіне байланысты базалық зейнетақы мөлшері индекстелді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес базалық зейнетақының мөлшерін кезең-кезеңменен арттыру жалғасуда. 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақының ең төменгі мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінен 65-тен 70%-ға, ал ең жоғарғысы 105-тен 110%-ға дейін өседі. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қарт адамдарды қолдау, оларға әлеуметтік қызмет көрсету деңгейін арттыру, қоғамдық өмірге тарту бойынша шараларды іске асыру. Республикада 127 белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылып жұмыс істеуде. 2025 жылы олардың жұмыс істеуіне жергілікті бюджеттерден бөлінген қаражаттардың жалпы сомасы 7,5 миллиард теңгені құрады. Белсенді ұзақ өмір сүру орталықтары бір терезе қағидаты бойынша 3 бағытта жұмыс істейді. Белсенді ұзақ өмір сүру, денсаулық, мәдениеті және де қоғамменен байланыс. Орталықтардың қызметі егде жастағы адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға, өнімді және де белсенді ұзақ өмір сүруді ынталандыруға, оның ішіндегі жүйелі бос уақытты ұйымдастыруға, қарттардың еркіндігін қамтамасыз етуге, қоғам өміріне қатысуға бағытталған. 1 қазанда елімізде қарттар күні орайластырылған айлық басталды. Облыстардың, қалалар менен аудандардың әкімдері, кәсіпорындар менен ұйымдардың басшылары, аға буын азаматтарын әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды, еңбек ұжымдарының кездестірулерді, амбулаториялық емханаларды ұйымдастырды. Ашық есік күндерін және де басқаларды өткізетін болады. Халықаралық қарттар күні 1990 жылы 14 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 45-ші сессиясында жарияланғандығын естеріңізге сала кетейік. Оны өткізудің басты мақсаты қариялардың мемлекет пенен қоғам алдындағы еңбегін құрметтеу және де мойындау, сондай-ақ олардың проблемалары менен қажеттіліктеріне назар аудару, өмір сүру сапасын арттыру қажеттілігі, оларға жалпыға бірдей қамқорлық көрсету. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас сізге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.